Сәлем достар, сіздер қазақ кино арнасындасыз. Бүгін мен сіздерге Марлина 4 кісі өлтірушімен бірге деп аталатын өте қызықты фильмді назарларыңызға ұсынамын. Бұл оқиға Индонезиядағы Сумба деп аталатын өте алыс аралда басталады. Жақын маңда ешкім тұрмайды. Көз жеткен жердің бәрі құрғақ жер мен таулар. Осы жалғыз мекенде кішкентай ағаш үй бар. Бұл үй Марлена есімді әйелге тиесілі. Бір күні Марлена үйінің ауласында отырғанда мотоциклдің дауысын естиді. Бір ер адам мотоциклмен келіп үйдің алдына тоқтайды. Оның аты Маркус. Ол мотоциклін қояды. Түрі қылмыскерге ұқсайды. Мойнында ұзын музыкалық аспап ілулі. Белінде үлкен қылыш байланған. Есікті қақпастан Маркус үйге кіреді. Марлена оның артынан ішке енеді. Маркус бөлмені шолып, көрпеге оралған күйде орындықта отырған ер адамды байқайды. Оның кім екені анықталады. Ол Марленаның күйеуі. Маркус мұқият қарап, ер адамның өлі екенін түсінеді. Индонезияның кейбір аймақтарында көне дәстүр бар. Адам қайтыс болғанда денені бірден жерлемейді. Оны әдемілеп киіндіріп, жерлеуге ақша жиналғанша үйде ұстайды. Марленаның ақшасы болмағандықтан күйеуі сол жерде қалған. Маркус жолдан шаршағанын көрсетіп, шай дайындауды талап етеді. Марлена үнсіз ас үйге барып, шай дайындап әкеледі. Кейін Маркус бұл түні жалғыз қалмайтынын білдіреді. Оның 6 досы жүк көлігімен келе жатыр. Олардың ақшасы жоқ. Сондықтан оның малын, сиырларын, буйволдарын және тауықтарын алып кету үшін келген. Маркус ұры. Бұл малдар Марленаның өмірдегі жалғыз тірегі. Сондықтан бұл оған өте ауыр тиеді. Маркус сөзін жалғастырып, олар аш әрі шаршаған. Марлена оларға тамақ пісіруі керек. Олар тауық сорпасын қалайды. Және ол өте дәмді болуы тиіс. Кейін Маркус өте қатыгез сөз айтады. Бүгін түнде олардың бәрі онымен бірге жататынын білдіреді. Мұны қалыпты нәрсе сияқты айтады. Күйеуінің өлгенін, оның жалғыз қалғанын еске салады. Егер бағынса, оны өлтірмейді, әрі үйін өртемейді. Марлена үндемей, жалғыз әйел 7 қарулы еркектің алдында тұр. Маркус оны ас үйге барып тамақ дайындауға жібереді. Ол үнсіз кетеді. Біраз уақыттан кейін жүк көлігі келіп, Маркустың 6 досы үйге жетеді. Олар шулап қораға кіреді. Малдарды жүк көлігіне тиеп бастайды. Марлена ас үйдің терезесінен бәрін көріп тұр. Өмір бойғы еңбегі көз алдында ұрланып жатыр. Үйдің ішінде Маркус пен оның адамдары залда отырады. Олар ішімдік ашып ішеді. Ауыздарына келгенін айтып, Марленаға бірінші болып кім баратынын талқылайды. Алдымен Маркустың өзі баруды жоспарлайды. Сол сәтте Марлена ас үйдің бұрышында тұрған жабайы жидектерді байқайды. Сырттай қарағанда кәдімгі жидек, бірақ өте улы. Ол жидектерді езіп, қайнап жатқан тауық сорпасына қосады. Дәл сол кезде Франс есімді ер адам ас үйге кіреді. Ол сорпаның иісін сезіп, дәмі жақсы екенін айтады. Дәмін татып көруді сұрайды. Марленаның жүрегі қатты соға бастайды. Егер ол қазір ішіп, өліп қалса, жоспары бұзылады. Франс ыдысқа қол созған сәтте, бірақ кенет залдан Маркус дауыстап жүк көлігін тексеруді бұйырады. Франс сорпаны татпай шығып кетеді. Марлена жеңіл тыныс алады. Енді сорпаны тек Маркус пен тағы 4 ер адам ішеді. Сорпа дайын. Марлена оны алдарына қояды. Олар қатташ болғандықтан тез ішіп қояды. Тамақты мақтап, Марлена шетке шығып күтіп тұрады. Бірнеше минуттан кейін у әсер ете бастайды. Ер адамдар қиналып, айқайлай алмайды. Бірінен соң бірі үстелдің қасында өледі. Тек Маркус қалады. Ол мас күйінде басқа бөлмеде жатып, ештеңеден бейхабар. Ол Марленаны ішке шақырып, көш көрсетпек болады. Сол кезде Марлена қабырға жанында жатқан Маркустың қылышын көреді. Ол қылышты үнсіз алып, еш ойланбастан бар күшімен Маркустың мойнына сілтейді. Бір соққымен басы денесінен бөлінеді. Марлена артқа шегініп, ауыр тыныстап тұрады. Үсті басы қанға боялған. Келесі күні таңертең Марлена үлкен шешім қабылдайды. Ол полиция бөліміне барып, жасағанын мойындауды шешеді. Сөмкесін жинап, үйінен шығады. Қапырық күн астында бос жолмен жүріп, автобус аялдамасына келеді. Сол жерде тағы бір қыз отыр. Оның аты Нови. Шын мәнінде 10 ай өткен, бірақ оның сәбиі әлі дүниеге келмеген. Нови Марленамен сөйлесе бастайды. Ол күйеуін іздеуге бара жатқанын білдіреді. Күйеуі баланың өзінен емес екеніне сеніп, оны тастап кеткен. Дәрігер баланың жатырда теріс жатқанын хабарлаған. Бұл өңірде егер бала төңкеріліп жатса,
әйел басқа еркекпен болған деген сенім бар. Осы нанымның кесірінен күйеуі оны тастап кеткен. Олар ұзақ күтеді, бірақ автобус келмейді. Біраздан соң жүк көлігі тоқтайды. Марлена мен Нови белгі беріп, жүргізуші оларды мінгізеді. Жүк көлігінің ішінде басқа адамдар да бар. Бір әйел аттармен бірге жол жүріп бара жатыр. Марлена мен Нови жүк көлігінің арт жағына отырады. Марленаның тізесінде оралған бір түйіншек бар. Нови оны байқап, ішінде не бар екенін білгісі келеді. Тамақ ба деп сұрайды. Марлена жауап бермейді. Нови қайта-қайта сұрай бергендіктен, ақыры Марлена сабырмен оның ұрының басы екенін білдіреді. Осы сөзден кейін жүк көлігінің іші тып-тыныш болып қалады. Аттармен келе жатқан әйел қатты айқайлайды. Жүргізуші шошып, көлікті тоқтатады. Ол артқа келіп, Марленаны түсіп қалуын талап етеді. Қаскөймен бірге жүрмейтінін көрсетеді. Сол сәтте Марлена қылышын шығарып, жүргізушінің мойнына тірейді. Көзінде еш қорқыныш жоқ. Полиция бөліміне жету керек екенін білдіріп, жолды жалғастыруды талап етеді. Жүргізуші қатты қорқып кетеді. Сондықтан орнына қайта отырып, көлікті жүргізе береді. Кейін жолдан Новиге дәретхана қажет болады. Жүргізуші тоқтаған сәтте Нови мен Марлена көліктен түседі. Сол сәтте Марлена кенеттен Маркусты көреді. Ол еш жарақатсыз, музыкалық аспабын тартып тұр. Марлена оны елемей, қайтадан жүк көлігіне отырады. Оқиға қайтадан Марленаның үйіне ауысады. Алдыңғы түні сорпаны ішпеген Франс үйге келеді. Ол ас үстелінің жанында жатқан 4 досының өлі денесін көреді. Ашудан және қайғыдан қатты айғайлайды. Кейін Маркустың бөлмесіне кіріп, оның өлі денесін төсекте табады. Барлық жағдайға Марленаның жауапты екенін түсінеді. Ашуға булығып, оны табуға ант етеді. Осы уақытта Марлена мен Нови қалаға жетеді. Марлена түсіп, тікелей полиция бөліміне барады. Нови күйеуін іздеуге кетеді. Полиция бөлімінің ішінде қызметкерлердің ештеңеге мән бермейтінін сезінеді. Ол бір қызметкердің үстеліне жақындап, түйіншекті үстіне қойып ашады. Полиция қызметкерлері қатты шошиды. Оның не екені сұралады. Марлена бүкіл оқиғаны баяндай бастайды. Маркус пен оның адамдарының үйіне басып кіргенін, малын ұрлағанын, өзіне зорлық көрсетпек болғанын түсіндіреді. Өмірін сақтау үшін осылай істеуге мәжбүр болғанын жеткізеді. Қызметкер хаттама жаза бастайды, бірақ арсыз әрі оғаш сұрақтар қояды. Маркустың күш көрсеткені ұнады ма деген мағынадағы сөздер айтылады. Марленаның ішін қатты ашу кернейді, бірақ сабыр сақтайды. Тексеруге қашан келетінін сұрайды. Қазір баруға жанармайға ақша жоқ екені айтылады. Үкіметтен қаражат әлі келмеген. Бір айдай уақыт қажет болуы мүмкін. Үйіне қайту ұсынылады. Бұл жерде әділдік іздеудің пайдасыз екенін Марлена бірден түсінеді. Жүйе істемей тұр. Ол келісіп, түйіншекті сол жерде қалдырып, полиция бөлімінен шығып кетеді. Сыртта жол бойындағы асхананың жанында Новимен кездеседі. Нови қатты жылап тұр. Күйеуін тапқанын, бірақ оның қабылдамағанын айтады. Баланы қарғыс атқан, өзімдікі емес деп сенген. Нови мүлде күйреп қалған. Марлена оны жұбатады. Кенеттен Франс пайда болып, ол жүк көлігінің жүргізушісін қорқытып, қайда барғандарын біліп алған. Франс Новиді ұстап алып, мойнына пышақ тірейді. Маркустың басын қайтармаса, Новиді өлтіретінін талап етеді. Марлена үнсіз кетіп қалады. Франс Новиді күштеп жүк көлігіне отырғызып, Марленаның үйіне қарай бет алады. Жол бойы егер Марлена келмесе, оны өлтіретінін айтып қорқытады. Осы кезде Марлена атпен үйіне қарай қайтып бара жатыр. Бұл жолы ол құр қол емес. Полиция бөлімінің сыртынан Маркустың басын қайта алып шыққан. Кешке қарай Франс Новимен бірге Марленаның үйіне жетеді. Үй бұрынғы қалпында тұр. Франс Новиді бір бұрышқа отырғызады. Сол сәтте Новидің толғағы басталады. Ол ауырсынудан қатты айғайлайды. Бір сәттен кейін Марлена Маркустың басын ұстап есік алдына келеді. Франс есікті ашып, басты Маркустың денесінің қасына қоюды талап етеді. Көсемін осындай күйде көру Франсты бір сәтке толқытады. Бірақ ашуы тез қайта оралады. Ол Новиге ас үйге барып, тамақ дайындауды бұйырады. Кейін Марленаны ұстап алып, басқа бөлмеге сүйреп апарады. Маркус аяқтай алмаған істі өзі аяқтайтынын, оны жазалайтынын білдіреді. Ол Марленаға зорлық көрсетуге тырысады. Марлена айқайлайды. Сырттан Нови толғақтан қиналып тұр. Бірақ Марленаның айқайын естіген соң үнсіз қала алмайды. Жақын жерде жатқан мачетені көреді. Терең дем алып, оны қолына алады. Енді оның көзінде қорқыныш жоқ. Ол бөлмеге қарай жүгіріп,
Құлыпталған есікті денесімен бозып кіріп, мачетені сермеп, Францтың мойнына бар күшімен сілтейді. Бір соққымен басы денесінен бөлінеді. Марлена өлі денені итеріп, босанып шығады. Франц мерт болды. Сол сәтте Нови тағы да айқайлайды. Сәби дүниеге келуге жақын. Марлена жүгіріп келіп, акушер сияқты көмектеседі. Көп ұзамай үйдің ішін нәрестенің шулаған дауысы толтырады. Нови дені сау баланы дүниеге әкеледі. Сәби мүлде қалыпты. Марлена баланы тазалап, Новидің қолына береді. Екі әйел де қатты шаршаған, үсті басы қанға боялған. Бірақ көздерінде жеңіс бар. Олар тек өз өмірлерін ғана емес, жаңа бір өмірді де сақтап қалды. Соңғы көріністе таң атады, күн көтеріледі. Марлена мен Нови баламен бірге үйден шығады. Марлена артына қарамайды. Олар мотоциклге мініп кетіп қалады. Осылайша оқиға аяқталады. Бұл хикая ұнаса, бейнені ұнатып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі қызықты оқиғада жолығайық.